Қойшыбек, мүбәрак, құбыжық. Бірінші бөлім. Жайлау. Самал жел қарағай басын ырғаған салқын түн. Арғы жеті қараңғылық құшағына ұстасып, тұтас бетті алып жатқан қалың қарағай. Берге тегінде шағын ауыл. Шамасы 50-60, ылғи, шәкене ит арқалар. Ара арасында төбесін жай буып, үстіне бар жоғын шаба салған қарақостар. Аспандағы көшкен ала шарбы бұлт арасынан толған жап-жарық айдың сәулесі анда-санда жарқ етіп қалады. Алыс беттен сұңқылдай жылаған байғұс үні естіледі. Үй маңында борт-борт киіз қайтарған сиырлар, анда-санда мекірене маңыраған қоралы қой. Еміс-еміс пысқырған жылқы, көксау қойдың күрк-күрк еткен жөтелінен өзге түн тыныштығын бұзар еш нәрсенің дыбысы естілмейді. Кенет жағалай отырған қалың жапанның арасынан көз ілеспейтін жылдамдықпен әлдеқандай бір бозғылт нәрсе қатты ысқырық шығарып, зу етіп өте шықты. Әлгінде ғана сілтідей тынған тыныштық әп-сәтте тасталқан болып, ауылдың маң төбеттері құтырына арпалысып ала жөнелді. Ауыл шетіндегі қойшының жапасының босағасында жатқан кішкене ақ күшік шабалана үріп, ауылдың аяқ жағына қарай жүгіріп барады. Әр үйді жағалай жатқан қоралы қой маңырап, сиыр мөңіреп, жылқылар шұрқылай кісінеп, ауылдан алыс үрке жөнелді. Үріккен жылқының соңында қалған ала жабағының шапқылап келе жатып, қасынан жарқ ете түскен бозғылт сәулемен бірге құлындай шыңғырған дауысы шығып, басы жолына қалықтап, анандай жерге дейін ұша жөнелді де, омақаса домалап барып, топыраққа көміліп қалды. Не болды? Неге сұмдық? Дескен жұрт жапа-тармағай киімдерін киюге үлгермей, тысқа атып-атып шығысқан. Құлағыма бір жағымсыз ысылдаған үн келгендей болды. Сосын бірдеңе жалт етіп өте кеткендей. Басымды көтеріп қарасам, қостың бір қанатын жұлып кетіпті. Менде не болғанын аңғара алмай қалдым. Бақсатан қайда? Бақсатан үйінде. Олар шу болған жұрт ауыл қонған кеңсайды құлдай жөнелді. Ауылдың аяқ жағындағы шаршылап ақ матамен тысталып тігілген ақ үйге қарай бет алды. 11 жас шамасындағы ер баланың жетектеп жүрген үлкен сары мойнақ төбеті арс-арс етіп баланы дедектете жұлқып, бақсы шалдың үйіне таяу бұлаққа қарай сүйрей жөнелді. Баланы ұстап қалмаққа топтың ішінен екі жігіт бірдей ұмтылысты. Білегіне оралып қалған иттің қарғы бауынан босана алмай, бала шырқырап барады. Ит қуғыншыларға жеткізер емес. Бұлақ басына таяп қалғанда, жақын тұрған бақсы шалдың үйінің бір орнынан көкке көтеріліп, шыр айналып тұрғанын көріп, кілт тоқтай қалған ит қыңсылап кері қарай қаша жөнелді. Үйдің қырық шоқ бұт көп тесігінің ішінен көз ұялтар бір жасыл жарық жарқырайды. Бала шалынып жығылып қалды. Манағы екі жігіт енді жете бергенде, иттің мойнында қарғыбау бырт етіп үзілді де, жанталаса қашқан ит анау екеуінің басынан қарғып, қаңқылдаған қалпы қалың жұрттың арасына кіріп тығылды. Үрейленген жұрттың манадан бергі ащы шуылы пышақ кескендей тынды. Қалың қарайдың етегінде кішкене тепсінге темір қасыққа арқандалған 5-6 жылқы арқанын бірінен соң бірі үзіп, алыс сай аузына қарай үркіп барады. Манағы екі жігіттің біреуі кейіндеп қалды да, енді біреуі орнынан тұра алмай, шырқырап жатқан балаға қолын соза бергенде, артындағы «Қайт, кейін қаш!» деп баж ете қалды. Баланың жер тырнаған саусағына қолы жете бере, баланы әлдеқандай бір күш ары қарай жұлқып әкетті. Орнынан тек жұлынып қалған сұқ саусағы шоршып жүр. Көзі бақшаң ете қалған жігіт басын оқыс көтеріп қалды. Қарсы алдында ұп-ұзын бозғылт жамылғы оранған, шашы тутар-тутар дәу біреудің баланың бір сирағынан көтеріп аспақтап тұрғанын көрді. Бала талықсып қалған тәрізді. Үні шықпайды. Қарсы алдындағының бетін шала-пұла көрді.
жүрелеп отыра қалып, орнынан қайтып тұра алмай қалған жігіт қарсы алдындағыға аз-кем қарады да, көзінен бір ұшқын жарқ ете қалып, бірдеме деп тіл қатпақ болды. Ерні жыбырлап, орнынан ұмсынып тұра бергенде, қарсысында тұрған құбыжықтың сол қолындағы орақ іспеттес қанжар жарқ ете қалды. Орнынан енді көтеріле берген жігіт өкіріп барып екпетінен түсіп, жанталасып тыпырлай бастады. Шаққа дегенде тулап жатқан денесі шалқалады да, тамағынан ұрылып қалған басы сол қалпы бетімен жер құшып жатыр. Қиылып кеткен күре тамырдан қор-қор етіп қан атқылайды. Жалғасы бар.